iPhone 12 мобилографтардың жаңа күші ме әлде сол баяғы деңгей ма? Біз бүгінгі видеода мына 12-ші iPhone-ды мобилографтың көзімен обзор жасап, дәл қазір ашатын боламыз. Ой, спалился, ашылған уже. Кеттік. Сен үлкен нәрсені ойлаудан қорқып қалғансың. Қойш, давай өзгертейік. Маған сенің ішінде уже некомфортно, понимаешь? Мен өскім келеді, барлық потенциалымды қосқым келеді. А сен маған кедергі жасап да? Ол мышление сенің установкаң болуы мүмкін кішкентай кезден бастап келе жатқан, но қазір ми сенікі ғой? Өзімдікі. Так, давай бірдеңе істейік, көтерілейік, все. Не істеу керек? Оқы, білім ал, курсқа қатыс, наставничество, енді менен сұрамай шығасың. Жұмыс істе, в конце концов. Істеп жүрмін ғой. Аз маған ол, аздық етеді. Менің потенциалым сен ойлағаннан да жоғары. Мышление дұрысташ. Мен ұшқын кеп жүрді, сен мені просто жібермей жатырсың. Ал маған ол нереально қатты ұнамайды. Кімге айтып жатсың мынаның бәрі? Саған. Ал сенің ішінде мен. Значит, мен өзіме айтып жатырмын. Кет, бар, ұш, жолың болсын. iPhone 12 4-ші мен 5-ші iPhone-ның редизайнын алды. Все, что новое, это хорошо забытые старые демекші, осы сөзге келтірді деп ойлайық. Шеттері теп-тегіс, прям комфортно ұстаған кезде. Және 11-ші iPhone-дарға қарағанда едәуір жеңіл. 12-ші iPhone-ның алды-арты кәдімгі шыны тәріздес болып көрінеді. Банально сияқты. Бірақ та бұл жерде керамик шайлд қаптамасымен қапталған. Ол дегеніміз өткен iPhone-дарға қарағанда бұл 4 есе мықты. Так что құлап кеткен кезде уайымдамаңыздар. Алдынан болсын, артынан болсын, шетінен болсын, прям свежа көрінеді, өте комфортно ұсталған кезде. Бірақ сырт көзбен камерасына қараған кезде 11 мен 12-ның айырмашылығы қатты білінбеуі мүмкін. Сол камера ғой керек бізге. Кеттік әңгімелесейік. Екі камера. Широкоугольный, сверхширокоугольный. Угол обзора 120 градус және 12 мегапиксель. Фронтальды камерасы тоже 12 мегапиксель. Негізі мегапиксельге сапа байланысты емес. Өйткені Huawei телефондары 41 мегапиксель айтпайды, бірақ качествосы өкінішке орай. Так что мегапиксельге байланысты емес. Опа, бұл iPhone күндіз де, түнде де жақсы түсіре алады. Және түнгі съемка процессордың мықтылығына байланысты одан әрі жақсылығына түскен. И ескеретін жайт 4К 60 кадр в секунду бар. Ол даже менің камерамда жоқ. Базар жоқ. Және түнгі съемканың минусы сверхширокоугольный объектив 0.5 шуммен көрінеді. Сәл нашарлау, қараңғылау болып келеді. Ал кәдімгі широкоугольный бір объектив ол өте әдемі жұмысына қара алады. Мобилографқа тек қана камера емес, сонымен қатар аккумулятор да маңызды, өйткені монтаж съемка үлкен энергияны алады. Аккумуляторы 2775 мА деген. Ол даже 11-ші iPhone-нан да төмен. Неге деген сұраққа жауапты мен бере алмаймын. Түрлеріне келетін болсақ, 4 түр бар. Мини, обычный 12 стандартный iPhone, Pro 3 камерамен және Pro Max. Осындай 4 түр бар, бағасы да әртүрлі. Жалпы коробкасына келетін болсақ, өзгеріс бар. Оның көлемі жайлы айтпай қойын, бірақ ішіне сәл кіріп шығайын. Маған дейінде талай видеолардан көрген боларсыздар. Бетін ашудың өзі бір бөлек, кайф қой шіркін. Ашқан кезде 12-ші iPhone бетіңе қарап жатады. Оның астына кірсеңіздер, наклейкасы бар и потом шнур бар. Ал блок питанияны отдельно аласыздар. Бұл өзі 5000 теңге тұрады. Ішіне салып бермейді және наушнигі жоқ. Достар, iPhone-мен жалпы зуммен жақындатып кадр түсірген қатты өтпейді. Өткен жаңа көрдік, камерамен былай нормально жақындатсақ, зуммен жақындатып маған жақындатса, ол качествосы бұзылмайды камерада. Ал iPhone-да по-любому бұзылады. Көптеген мобилографтар крупный план алмайды, өйткені былай жақындатсаң не в тему, ал камераның ішінен зум жасасаң қатты шум байқалады. Сондықтан да көбісі общий план, дальний пландарды алады. Әрине бұл келесі тұсы әр телефонның бұл ночная съемка. iPhone 12 ночная съемкада дерліктей жақсы өзін алып шығады. Бұл жерде Smart HDR деген функциясы бар дейді, бірақ 11 мен салыстырғанда 12
жарықтап алады. Бірақ ол кейде көзге білінбей қалуы мүмкін. iPhone-ның широкоугольный бар ғой, сверхширокоугольный камерасы, ол объективі, ол қараңғылады, чем обычный объективке қарағанда. Ну, это логично, өйткені ол сверхширокоугольный. Осымен видео аяқталды. Келесі кездескенше сау бол. Фильм Инстаграмда айтып жіберсей Нұрсерік тіркелсін деп. Нормально контент жасасын. менің аудиториям, менің аккаунтым Нұрсерік тіркеле етіңіздер деп айтпасам да тіркеледі. Иә? Сау бол, фильммейкер.